керек қой, қазақи өндіріс болуымыз керек. Жасаймыз біз. Бір кісілер айтып жатыр, логика деген сөздің мағынасын түсіндім дейді да. Бірінші өніміміз сапалы адам. Даладан бір спортшыны әкелдік, бәрібір жүрегі қазақ емес та оның. Ғылымды дәріптеуіміз керек. Блогерлердің заманы болып кетті. Сондай заман болып кетті. Жаңа кеткен қаражатты керісінше шетелден мықты ғалымдар шақыру керек па? Құдай ау, 1000 жерден барсаңыз жерге орыңыз, японец бола алмайсыз. Қайырлы күн, құрметті оқырмандар, ойлайық YouTube каналына қош келдіңіздер. Бізде бүгін қонақта міне Моңғолияда туып, Қазақстанға келіп, көптеген қиыншылықтарды жеңіп бағындырып отырып, әлемге танылған біздің жас ғалымдарымыздың бірі Сұраған Дөрбітхан. Қош келдің, бауырым. Қош болдық. Иә, сұхбатқа қош келдің дейміз. Енді жаңа шет жағасын айтып жатырмыз әңгіменің. Жаңа шетелде туып, осы Қазақстанға келіп, барлық қиыншылықтарды өтіп отырып, бүгінгі күнге жеттіңіз. Соны сізді енді алға сүйреген, көмектескен сол математикаға деген қызығушылығыңыз шығар мүмкін. Сіздің өміріңіздің 180% осындай бүгінгі күнге жетуіңізге мүмкін математиканың көмегі болған шығар. Осы туралы сөз қозғай кетсеңіз. Енді айтып жатсыз, енді білмеймін, қайдан оқып алғаныңызды, немесе айтып жатқан көп қиындық деп, қандай қиындық көргенімді жаңа ойланып отырдым. Білмеймін. Біраз мақалаларыңызды оқыдым, жаңа 5000 теңге айлықтан бастап. Ол қиындық емес қой, ол біздің тарихымыздың, қазір енді бүгін тарих деп сөйлейтін болдық. Иә. Өткеніміздің белгісі. Ол кезде өзі бір сондай заман болды. 90-шы жылдар, өзің жақсы білесіз. Ол тек қана Моңғолияда емес. Жалпы бұрынғы Кеңес одағына қатысты, Кеңес одағының құрамында болған елдердің барлығында үлкен рухани дағдарыс болды ғой. Білімге, ғылымға деген сенім мүлде жоқ болды. Ғылымды, білімді дәріптеу ары тұрсын, есімде 2010 жылдар болу керек. Бір бесіңізде ме, Алматыда қол көтеріп таксиге отырушы едік қой. Келісіп. Сол келісіп бір таксиге отырдым. Аға, сол кезде енді есімде жоқ, бір әжептәуір жастағы аға әңгімелесіп келе жатыр. Сөйтіп, қайдан боласың балам деп. Сіз сияқты, Моңғолиядан болам осында. Кім болып істейсің, не істейсің деп. Сөйтіп айтым. Енді осы мехмат бітіріп жатырмын, мұғалім боламын деп сөйтсем, қарап, мүсіркеп ана таксист аға айтады. Балам дейді, 12 мүшең сау. Дені сау. Мен саған ана такси паркпен сөйлесіп берейін мен саған. Бір оданша жер сияқты атқа мініп шаруа істесеңші, бұл не шаруа, не істеп. Шынымен де біз мұғалімдіктің қадірі сондай деңгейге түсті ғой. Өздеріңіз жақсы білесіздер. Енді оны мен қиындық көрдім деп айтуға келмейді, ол қоғам сондай болды. Ол кезде білгеніміз де жоқ, мәз болып сонымен жүрдік. Аз да болса да бүкіл қоғамнан жаңағы мұғалімдіктің болсын, ғылым білімнің қадірі кеткен күннің өзінде де кейбір адамдарда бәрібір іштей қызығушылық қалды ғой, шығармашылық қызығушылықтар қалды. Сондықтан Құдайға шүкір, оның бәрі ғылымнан, ұстаздықтан бәрі кетіп қалған жоқ. Қазір енді бірнеше жыл болды, мұғалім мәртебесі қайта келді, әжептәуір. Қазір өткенде бір ауылға бардым, бір жиен қарындасымыз айтады, мектепте оқиды ғой. Сөйтіп, қандай ой бар енді оқуға тапсырып жатыр екенсің десем, айтады, мұғалім боламын дейді. Стипендиясы көп екен олардың, бітіргесең ауылда көріп тұр ғой қазір мұғалімдердің жағдайы, шүкір. Енді бір керемет, әлемдік деңгейде керемет болмаса да шүкір. Сонда мен бәрекелді дедім. Көрдіңіз бе? Енді сол қысқа уақыттың ішінде жаңағы таксидегі әңгімеден бүгінгі міне қонақтағы әңгімеде мен өзім риза болып отырдым, шүкір, тәуба деп.
дұрыс. Енді сол математикаға басында айтып жатқанымыз, енді бүгінгі күнге жетуіңізге сол математикаға деген қызығушылық жетеледі ма? Осы математика туралы айтып бастап жатырмыз, енді математиктермен сұхбатты бастап жатырмыз. Себебі күні кеше Асқар ағамыздың сұхбатынан кейін бір кісілер айтып жатыр, логика деген сөздің мағынасын енді түсіндім дейді да. Бұрыннан түсінбей жүріппін, енді қатты білдім. Жаңағы логикасы бар ақын деген сөз шығып жатыр ғой енді. Сол сияқты математикадан біреу білсе, сізді жаңа айтып жатырмыз, біреу білмейді. Мақалаларыңызға да енді өте көп сілтеме жасалады екен. Жаңағы әлемдік деңгейдегі математик деп айтып жатқанымыз сол ғой. Сондықтан қазақтың баласы сіз туралы білу керек. Сол математика туралы кішкене құпияларыңызды ашып жіберсеңіз. Айтып жатсыз, енді бүгінгі күнге жетуіңізге енді шүкіршілік бар, бірақ біз әлі бір деңгейге жеттік деп айту өте қиын. Қазір жеке менің өзіме былай қарасам, себебі жұмыс істеп жатырмыз. Бір деңгейге жетіп орнығу ондай мақсат жоқ. Бізде жол, бізде іс, әлі көп жұмыстар жасалу керек. Істің басы ғой. Мұғалімді құрметтеу, ұстазды құрметтеу деген істің басы. Дұрыс. Ең басы. Әлі қайда одан кейін бір буын жақсы оқушылар дайын болу керек. Одан кейін ол оқушылар бірінші іргелі ғылымды үйреніп алу керек. Интеллектуалдық деңгей дейді ғой, рухани әл ауқатымыз жаппай көтерілу керек. Жаппай оқу деген негізгі мақсатқа айлану керек. Білім деген, жаңа сіз өзіңіз айтып жатқан тренд. Сол білім трендке айлану керек. Ең басты. Болмаса да қалыпты жағдайға айлануы керек. Ғалымдар болсын, басты қоғамдағы негізге тірекке айлану керек, мәртебесі арту керек. Солай кешегі жаңа қарындасымыз айтып жатыр, мұғалім болам деп. Енді тағы бір күн бір жерде бір қарындасымыз емес, ініміз айту керек, ғалым болам деп. Солай ары қарай қоғам дамиды, істейтін жұмыстар көп. Ал енді математика жайлы айтып жатсыз, сілтеме жайлы. Математиктер негізі бұл бертінде шыққан нәрсе ғой. Жаңағы сілтеме деп салыстырғысы келеді. Кейде сіз өмірде, әсіресе шығармашылықта, олай өзіңіз шығармашылыққа есіңіз бармайды, сөйте тұра кім-кімнен жақсы екенін байқағыңыз келеді, байқай алмайсыз. Шығармашылықта адамдар кейде салыстыра алмайсыз. Себебі, мен қарапайым тілмен айтуға тырысайын, біреу алманы өте жақсы сызады, біреу алмұртты өте жақсы сызады. Екеуі керемет суретші. Енді сіз алманы жақсы көрсеңіз айтасыз, осы алманы жақсы сызады деп айтасыз. Сондай нәрсе. Одан кейін бірақ бәрібір де өзіңіздің шебер болуыңыз керек қой. Сондықтан басқамен салыстыру үшін емес, сан үшін емес, бізде белгілі бір дәрежеде әлемдік деңгейде көтерілсе, жалпы математиктер емес, былай ғалымдар жалпы сапаға, ұзақ мерзімге, тұрақтылыққа, әлемдік деңгейдегі стандарт дейді ғой, сол талапқа сай жұмыс істеуге тырысады. Бізде де сол шамамызша өзімізді қамшылап, сол бағытта жұмыс істейміз. Ал енді қоғамда айтып жатсыз, түктің қажеті жоқ мен біреу танудың. Себебі маған біреу танығаннан болып, немесе біреу бір атақ бергеннен болып, мен ақылды болып кетпеймін. Танығаннан болып, керісінше бөгет болады. Бірақ екінші жағы бар. Бұл бір жақты әңгіме. Екінші жағы, ол қазақтың математикасы, қазақтың ғылымы, ол мен жайында емес қой. Менің қалауым бір бөлек. Сіздің сөзіңіз қайта қолданайын, заманауи тренд тағы бір бөлек. Бізге қазір бастапқы, мүмкін осы бір жаңағы Қытайдың философтарының біреуінің айтқаны бар, несі, жаңағы ауыспалы заманда өмір сүрген қиынырақ болады деген бір сондай. Қазір мен дәл есімде жоқ. Бірақ айтайын деген, кейде аздап уақытымыз болсын, кейбірде
қоғамдық жұмыс үшін құрбандыққа шалуымыз керек. Осылай сұхбат беру арқылы жалпы қоғамның назарын аударуымыз керек қой. Маған емес, жалпы ғылымға, жалпы математикаға, жалпы мұғалімдікке, жаңағы ұстаздарымыз да, менің ойымша, өткен жолы сіз маған жіберіпсіз, Асқар ағай сізге сұхбат беріпті. Асқар ағайды енді білемін деп айта алмаймын, бірақ сол кісінің қасында жүрміз ғой енді. Азды көпті мінезін түсінеміз. Ол кісі бір қатты сұхбат бергісі келетін адам емес. Бірақ іштей өзінің ұстаздық, менің ойымша, енді ұстаздық міндеті бар. Сол сізді шақырсаңыз сізге келеді, тағы басқа. Жалпы енді менің қалауым бір бөлек, қоғамда шындық, Асқар ағайдың сөзімен айтсақ, реализм ол мынандай. Реализм ол мынандай. Дәріптеуіміз керек. Қазір сондай заман, ғылымды дәріптеуіміз керек. Себебі бізде мүлде не жаққа кетіп қалды. Блогерлердің заманы болып кетті. Ахахайхеймен, сондай заман болып кетті. Ол әсер етеді. Сіз жаңағы білімді дәріптейміз деп жатсыз. Ол өте дұрыс. Істеріңіз алға баса берсін. Осы әңгімелеріңіз, жақсы әңгімелеріңіз жалғаса берсін. Көрермендеріңіз де көп болсын. Бірақ ол сіздің міндетіңіз, істеп сезінесіз, мен түсінемін. Бізде ғылымды да дәріптеу, мен жақтан. Қазір не үшін ғылымды, білімді дәріптеуіміз керек? Егер жастардың, әсіресе сол өжет жастарымыздың еті тірі дейді ғой қазақтар. Сондай жастарымыздың назарын аудара білсек, мұғалім болсаңыз, ешкімнен кем болмай өмір сүресіз. Ғалым болсаңыз, әлемдік деңгейде танылып жүресіз, немесе кез келген жерден жұмыс тауып, өз жаңағы белгілі бір дәрежеде қоғамда мәртебеңіз болады. Тағы басқа осы нәрселерді барлығын дәріптеуіміз керек сияқты. Себебі біз қазір дәріптей бастасақ, жемісін, жаңағы той бизнесінің жемісін көріп жатырмыз ғой. Жақсы жағын да, жаман жағын. Бірақ мен ғылым білімде жаман жағын көрмейміз, тек қана жақсы жағын көретін боламыз. Дұрыс айтасыз. Біз бір ғылымды, білімді дәріптеп жазсақ, ол қатты өтпеуі мүмкін. Мысалы бір керемет жұмыс жасап жатқан мектептің директоры дейікші енді. Мынандай жұмыс жасап жатыр десеңіз, қазір өтпейді. Білесіз ғой, енді сондай хайптың заманы болып кетті. Бірақ енді халық ақырын келе жатқан сияқты, жаңа өзіңіз айтқан сияқты. Сондықтан өте дұрыс айтасыз. Біздің жаңа айтып жатқандай әлеуметтік желілер болсын, басқа жақтар болсын, көбірек көрініп, өздеріңіз уақыт бөлмесеңіздер, біз осы қоғамды өзгертеміз деп сіз болып, біз болып, осы жағына жұмыс жасамасақ, біздің мақсатымыз хайп қуу емес, саясат қуу емес, біздің мақсатымыз осы білімге жас ұрпақты дәріптеу. Қазақ кімнен үлгі алу керек? Жаңағы әнші, биші, блогерлерден үлгі алу керек па? Осындай ғылымда жүрген, білімде жүрген, үн-түнсіз қазақ үшін қызмет жасап жатқан азаматтардан үлгі алу керек па деген мәселеге байланысты ойланбасақ болмайтын заман болып жатыр. Дөрбітхан бауырым, сондықтан бүгін енді уақыт тауып келгеннің өзі сол нәрсені түсінген деп ойлаймыз. Сондықтан әлеуметтік желілерге де көбірек шығып тұрыңыз енді. Көбірек біздің жастарға үлгі болып тұрыңыз. Өздеріңіз танылмасаңыздар, өздеріңіз көрінбесеңіздер, жаңағындай біздің жастарымыз басқа жаққа ілесіп, басқа хайп қуып, уақытын босқа өткізіп. Бұл мәселеде тағы уақыт мәселесі болып тұр ғой, мысалы. Уақыты жоқ адам әлеуметтік желіге отырып, мына жаққа босқа уақытын құртқысы келмейді. Оның өзі қаншама уақыт. Ал енді уақыттан бұрын назар аударады, оған уақыт несі бөлінеді деген сияқты. Ол халықаралық журналдарға мақала шығу оңай нәрсе емес қой. Енді ғылым дәріптелу керек деп ойлаймыз. Өте жақсы сұхбат болып жатыр. Бір жағын сіз кішкене математиктер болғаннан кейін жаңағыдай еркін әңгіме болсын, сіздің кішкене шабытыңыз ашылмай жатыр. Сол жағынан сәл шабыт ашайық деп әңгімеге тартып жатырмыз. Көп сөйлеп кетсек кешірім өтінеміз. Жақсы. Мен сіздің ниетіңізді енді бұрыннан танимыз. Сіз екеуміз бұл бірінші кездесуіміз емес. Бір жақсы әңгімелер де бұрын болған. Енді ол әңгімелер видеоға жазылмай қалған шығар. Жазылмай қалған. Керемет сұхбаттарымыз болған. Бірақ іс мынандай. Біз қазір алаңдамауымыз керек.
мен байқаймын, бір жағынан бәле болды. Қазір кейде мына жастарымды қарап қалам, інілерім өзім бірдеңе шұқып отыр, маған да қызық болып кетеді, айналайын, о не қарап жатсың дейді. Тиктокі бар, инстаграм бар, жылт жарық жұрық. Айтамын, мен ашып кетпеймін ма? Анауын қорт болғанша келесіз келеді. Иә. Әңгіме көп қой, сол әлем қазір ашық қой, әлеуметтік желі арқылы. Мынандай бар. Біреудікі қазақтар айтады, қыздай көрініп бір. Жаңағы Канаданың білімі депше, жүйесі осындай екен, немесе жаңағы басқа қазір қандай елдер бар, жаңағы Скандинавия елдері бар, жаңағы Финляндия дейді. Бірақ біз өзіміз ешкімге алаңдамай, мысалы сіздің жағдайыңыз алсақ, мына орта мектептің, немесе бастауыш мектепте білім саласымен айлансасыз, менің түсінуім бойынша. Енді біз егер алаңдамай еңбек қылсақ, жұмыс жасасақ, бізді егер халық қолдаса, халық түсінікпен қараса, әсіресе ата-аналар, онда орта білімде басқаны білмеймін. Қазақтың өз стандартын қалыптастыра алады. Қазақ, себебі бізде мұғалімдік бұрыннан бар, қанымызда сіңген нәрсе. Шәкірттік бұрыннан бар, тәрбие бұрыннан бар, Әл-Фарабидің ар жағында бар біз. Әл-Фараби бірінші қазақ емес қой. Иә. Енді оны нақты мысалмен келтірейін сізге. Басқа олимпиадаларды қараңыз. Интернеттен қарау оңай ғой. Иә. Математикадан олимпиада бар, халықаралық олимпиада. IMO деп аталады. Сонда мысалы 10 жыл бұрын біз 25-ші орында болғанбыз. Биыл да 25-ші орындамыз. Бұл нені көрсетеді? Сіз егер бір рет 25 болып, одан кейін 70 неше болып, 100 қаншама болып қайта келсеңіз, онда мен бұндай әңгіме айту ертерек. Соңғы 10 жылда бір мысалы 30-дан түс көргеніміз жоқ. Иә. Қазақтар кейде бір бестікке де шықтық қой. Иә, енді бестік ол ұят болады. Ондай нәрсе істемеуіміз. Оны айтпай-ақ қой ар жағын. Ол бестік одан бұрын болған мен соңғы 10 жылда айтып отырмын. Соңғы 10 жыл. 25-тіктен оның өзім. Иә, ол 30-дан түс көргеніміз жоқ. Егер қателеспесеміз. Кез келген бала қазір көріп тұрған тексеруге болады. Бұл математика ғана. Физиканы, информатиканы, биология, ғылымның түрі көп қой. Иә, биохимиядан керемет жақсы нәрсе көрсетті. Бір нәрсені үйренуіміз керек біз қателіктен. Не болды? У-шу болып баяғыда Лондонда айғай-шу олимпиаданың бірінші. Мына дамудың, Абайдың өзі айтады ғой, ақырын жүріп аң бітпас дейді. Ісіміз нық болу керек қой. Біз екінші, бірінші болғанға қуанбауымыз керек. Біз қазір бізге уақыт бой көрсетуіміз керек. Тез жылдам нәрсені мән бермеуіміз керек біз. Біреу бірінші болды ма? Бір спорт түрінен немесе математикадан болсын бір жақсысың. Ал бір үшінші орын, бірақ 10-20 жыл бойы үшінші орын болды. Нағыз мектеп қалыптастыру керек қой. Мәдениет қалыптастыру керек. Біз соны ойлап жатырмыз. Бір талант ылғи да туа береді. Ертеңгі күні мен таңғалмаушы едім. Қай саладан болсын гений шыға береді. Қазір өнерден шығып жатыр ғой гений. Димаш сияқты. Шыға береді. Бірақ қаншалықты мектеп бар? Әңгіме сонда ғой. Елдегі ол тұрақтылығымызда ғой, орнықтылығымызда. Біз сондай өндіріс болуымыз керек қой. Қазақи өндіріс болуымыз керек. Жасаймыз біз. Жаман ба, жақсы ма, әлемдік деңгейде жасаймыз. Енді жаңағы мектепке қайта оралайық. Мектептің қараңызшы, сапасы бойынша әлемдік 30-дықта бармыз біз. Бұл факт бүгін. Ал бүгін біз неге алаңдауымыз керек? Ой, Японияда бүйтіп оқытады екен. Жылтың, ана жерде. Құдай, 1000 жерден басыңыз жерге ұрыңыз, японец бола алмайсыз. Мен Японияда өзім өмір сүріп барып келген адам. Ол үшін сіз 300 жылда ғасыр 300 жылдық неден күн сайын сол жерден өтуіңіз керек. Сіз солардың бастап 300 жыл бұрынғы жолына барсаңыз қалып қаласыз. Орында тұрмайды ғой. Сіз кейін барып олардың басынан бастасаңыз, Япония орында тұрмайды ғой. Олар дамып кете береді. Сондықтан менің байқайтыным хайппен кейде бір ойлаймыз, бір жаңағы дарақылықта бар бізде.
ой анау жақсы екен мынау жақсы екен деп өзіміз жерге. Сондықтан қазір уақыт әлдеқашан кеше. Бүгін енді ештен кеш жақсы ғой. Қазақтың білімінің қалпын құюымыз керек. Сеніммен қарауымыз керек. Бірінші мектепті орнына келтіруіміз керек. Осы қазір мысалы сіз жақсы білесіз, әп-әдемі жүйе қалыптастырды ғой. Кейбір көршілеріміз қызға қарайды. Мысалы ниш, Назарбаев мектептер. Дұрыс жүйе ғой. Артық ауысып кете береді, бір жерде жаңағы ақша көбірек болып кетеді, бір жерде бала азырақ түседі, ол солай түзеледі өзі. Бірақ біз мына болып жатқан нәрсемізді ауыстыра бермеуіміз керек. Негізі мен ойлаймын, жалғыз жақсы жол деген болмайды. Жетістікке ұмтылудың жан-жағынан барады. Мына жақтан біреу былай барады, біреу оймен барады, біреу қырмен барады. Бірақ сіз баруыңыз керек, жалғастыруыңыз керек. Ой, мен кішкене жүріп, ой, болмайды екен, сумен жүруіміз керек, ой, болмайды екен. Миы ашу. Одан қадір кетеді біраздан. Қағазбен айлансыз, ана стандарттан мына стандартқа көшесіз, мынадан анаған көшесіз. Себебі жалтақтағаннан ғой. Тұрақтылық жоқ қой жаңағы айтқан. Жалтақтағаннан оның барлығы. Өзіңізде сенімділік жоқ. Сондықтан біз орынсыз жерден енді сенімділік жасауға болмайды ғой. Жоқ жерден сенімділікпен біздің қазақтың стандарты деп айтуымыз артық болады. Бірақ бұл жағдайда мысалы мектептің білімін алсақ орынды болып тұр ғой. Біздің ұстаздарымыз мықты. Біздің ұстаздарымыз мықты. Мен енді өзімді мектептің ұстазы ретінде санамаймын. Мектептің есебін шығара аламын. Бірақ енді ол да ұстаз деген ұлы іс қой. Ол жерде сіздің ісіңізден бұрын пәлсапаңызда болу керек қой. Сондықтан менің жаңағы әңгімеден әңгіме шығып отыр айтайын дегенім, еркін сенімді түрде білімімізді дәріптеуіміз керек. Әлемдік деңгейде мықты білім береміз біз. Екі оқитын бала ылғи да бар. Не ғой, баланың аты бала ғой, ол қызығушылығы қайтып қалса, ол бала жаңағы бір ақыл азайып қалды деген әңгіме емес. Қызығушылық қайтып қалса, ондай балаларды қинамау керек. Ол басқа жерге барады. Жаңағы басқа мүмкіндігін сол білімімен, мысалы 3-ші курстен оқудан шығарып жіберсек ол балаларды. Олар барады да, кім біледі, бір IT компания ашады. Анау бәрі оқуды көбісі тастап кеткендер ғой. Әлемдік деңгейдегі жаңағы IT гиганттардың жаңағы нелері, ұйымдастырушылары. Сонда енді айтайын деген, бұл нашар оқитын бала бар. Елімізде нашар мұғалім де бар. Оны демей жасырамыз. Бірақ жалпы қайталап айтайын, әлемдік орташаны алатын болсақ, жаман емес. Жаман емес, тамаша, керемет. Енді Назарбаев зияткерлік мектептері туралы сөз қозғалып қалды. Өткенде де осыны қозғадық. Мына білімге салынған мемлекеттің болсын, жеке адамның болсын салған қаражат инвестициясы ол өзінің нәтижесін береді. Жаңа Назарбаев зияткерлік мектебіне дұрыс қаншалаған миллиардтаған қаржылар кеткен болуы мүмкін. Қазір енді өзгерістер болып жатыр, лайықты өз нәтижесін беріп жатыр. Тура сол сияқты бізде спортта қаншалаған миллиардтаған ақша кетіп жатыр. Енді өзіңіз бір жақсы қозғайтын нелердің бірі екен. Бірақ ол бәрібір далаға кетіп қалады. Бір даладан бір спортшыны әкелдік, бәрібір жүрегі қазақ емес та оның. Миллиондап ақша төледік. Футболшы мысалы, Бірақ осы қаражаттарды әлемдегі ең мықты деген ғалымдар болсын, соларға салсақ не болады деген ой болады. Енді өзіңізде осы жағын қозғап жүр екенсіз, осы туралы қандай ой пікір айтар едіңіз? Жаңа кеткен қаражатты керісінше шетелден мықты ғалымдар шақыру керек па? Мына халық дұрыс түсіну керек. Мына Назарбаев мектептеріне кеткен ақша, тіпті университетке кеткен ақша, өткенде Асқар ағайымыз да айтып отыр, Қызылорда облысын салыстырғанда бірдеңе. Қызылорда, басқа облыспен салыстырайық. Қызылорда біздің еліміздегі ең кедей өңір, статистикамен солай дәлелдеген. Ең кедей өңір. Онымен сіз кез келген нәрсе салыстыра бересіз. Ол минимуммен салыстырмайсыз ғой. Ақшаны адамнан аямауымыз керек. Ақша қай жоба болсын, үлкен проекттер адамға салыну керек. Енді мысал келтірейін. Мысалы сәтті болған. Мысалы болашақ бағдарламасы. Қараңыз, болашақ бағдарламасына сіз бір адамға саласыз.
нақты баланы ұстайсыз, мына сұраған ұлыма соны аласыз да соған төлейсіз, жатақханасын бересіз, жолын бересіз. Ал сіз ол ақшаны санауыңызға негіз хақыңыз жоқ. Әңгіме мында, егер бәр адалдық болып, жерімізде ештеңе жоқ, бір аралдың үстінде, білмеймін, Жапония сияқты ма, немесе бір түбекті Корея сияқты, оңтүстік Корея сияқты. Онда басқа әңгіме. Ана ақшаны оданша мынаған жіберер едік деп ше. Сіз қыруар ақша саналмай кетіп жатқан кезде 1-2 миллиард неге тұратын ақша ол? Түкке тұрмайтын ақша. Түкке еліміз, біз әлемдегі ең бай елдердің қатарына жатамыз негіз, ресми түрде. Біз мысалы байлығымызбен. Қарапайым мысалы алайын, мысалы Өзбекстанның халқы бізден 2 есе артық. Біздің ВВП-міз құдай біледі 3-4 есе көп шығар. Әңгіме мынадай. Қазаққа бүгін не керек? Ақша керек па? Жерден шығып жатқан байлыққа ие бол. Сол ақша сол. Ақша керек па? Миды ашытпау керек бұл жерде. Ғалымда неңіз бар, мұғалімдерде не болыңыз бар, нешті оқып жүрген халықтың баласы ғой. Кедейдің баласы өз басымен түсетін мектептер ғой. Иә. Байдың баласы оқиды деген ондай да қате. Еліңізге жаныңыз ашып сол ақша санай аласыз ба? Миллиардты. Миллиард деген сан бола біледі екенсіз. Молодец. Оны ана санауыңыз керек. Анаға ие болыңызшы. Ақша керек пе? Экономикаға жаныңыз аша ма? Анаға ие болыңыз. Әзір бізде байлығымыз бітіп қалған жоқ. Ертеңгі күн бітіп қалған кезде аузымыз сипап бірақ қаламыз сол кезде. Қазір біз тиіспеңіз. Бар кезде соған сабалайық дейсіз ғой. Тиіспеңіз. Қазір біз бүгін ертең, менің ойымша, бүгін ертең ақшамыз, сеу ақша деген ол құнсызданып кетеді біраздан. Ол сақтап, айн жерге инвестицияға бірдеңе салмайынша, ол бір қорға жинақ қойып, сен тиме, мен тиме деп, бір-бірімізді жаңағы ұстап, соттап, жаңағы анау коррупционер, анау көп. Бізде мынандай бар ғой. Жаңағы салыстырмалы түрде біреу көп жейді, біреу аз жейді, бірдеңе. Ол нәрсе негіз бұл нәрсе, бір нәрсені түсініп алуымыз керек. Бұл дамушы қоғамға тән. Мен қазір парақорлықты, әділетсіздікті ақтап жатқан жоқпын. Бірақ өкінішке орай бұл дамушы қоғамға тән үрдіс. Бір жағымен үздіксіз әділетсіздікпен күресеміз, азаматтық қоғам орнатуға тырысамыз. Жаңағы мемлекеттің қаржысы бола ма, халықтың ақшасы бола ма, жер байлығымыз соған ие болуға тырысамыз. Енді басынан бастап ол жер байлықты біз басынан бастап осы шетелге жіберейік деп сондай бағдарлама жасағанымыз жоқ қой. Біз басынан бастап шамамызша жасадық енді. Шетелден үлкен мықты компаниялар шақыру керек болды, бірдеңе болды. Сол кездегі жағдай енді мен білмеймін. Мен мысалы онымен айланысқан жоқпын. Қандай мүмкін солай дұрыс болған шығар. Одан да сұраққа күйге түсіп қалуымыз әбден мүмкін бе еді. Сондықтан оны бір қатты сынаудың қажеті жоқ. Қатты назар аударудың қажеті жоқ. Мен айтайын деп тұрғаным, бұл екі беткейлікті қоюымыз керек. Екі беткейлік қой. Сіз мысалы Назарбаев университетіне осында қаржы бөлінді деп айту, менің ойымша, ол екі беткейлік. Сіз мен тура қазір отырып қағаз берсеңіз, онымен айланып жүрген жоқпын мен. Мен мысалы антикор емеспін ғой. Мен сізге 1000 ұйымды жазып беремін, 1000. Өзіме сенімдімін. Сіз мыңның ішінен бір Назарбаев университеттегі қандай жер екенін білесіз бе? Ол нағыз тарынды кедейдің баласы оқитын жер. Себебі осы мен 5-6 жыл болдым. Жылында 5-6 мың бала болады, бірде-бір кездейсоқ бала жоқ. Тек өз басыңызбен түсесіз сол жерге. Айтыңызшы маған, бірде-бір сондай жоқ, бір университет, басқа университет тауып беріңізші маған. Бірде-бір имтиханды звонок өткізбейтін, сондай Қазақстанда университет тауып беріңіз маған. Тауып бір дейсіз ғой. Иә, ойланайық сосын. Салыстырайық сосын. Дұрыс. Назарбаев зияткерлік мектептері де сондай дұрыс. Мектептері де сондай жақсы. Соны бірақ халықта бала өтпей қалса әңгімесі болып тұр ғой. Баласы өтпей қалса жаңағы біз бірдеңеге жауап аламыз ғой. Ей болды, жаңа байдың баласы өтіп кетті. Болды. Бұл 90 жылдың тәрбиесі ғой. 90 жылда бізде жаппай ынтымақтастық деген нәрседен айырылдық. Өкінішке орай ғасырлар бойы келе жатқан көшпенділердің мәдениетінің бір бөлігінен айырылдық. Көшпенділердің мәдениеті не ретінде? Бізде ынтымақты бірлік, күш бірлікте деп сөйлейміз біз. Ата-бабамыздан қалған сөз ғой. Біз шыдаймыз. Қандай бір әділетсіздік болса да шыдаймыз, себебі бізде бірлігімізді жоғары қоямыз. Себебі сіз басқаша
мен мысалы тарихшы болмасам да ол нәрсені білемін. Себебі сіз мына далада, далада басқаша өмір сүре алмайсыз. Әйтпесе біз баяғыда сол ата бабамыз қалмай қалар еді. Жан жаққа кеткен болса. Сол рушылықтың жақсы жері де бар ғой. Бәрі ағайынсыз. Бір құдай біледі, ана өткенде бір ғалым жігіт бар еді. Нақты бұл дәрежесі, енді мен ренжімесін, ұрудың атын айтпай қояйын. Бір руды алған, ғылыми бұл жаңалық. 100 адам тексерген, 100-інде ана гені 100 басқа болып шыққан. 100 басқа. Бірақ сол ұрым дейді. Бәрібір. Бірақ ағайыншылық. Көрдіңіз, бірлікке шақырады. Солай сіз бір рудың кіресіз, сол рудың адамы боласыз, солай өмір сүресіз. Біз бұның бәрін қазір ауыз түрінде айтамыз, айырылып қалдық қой. Япония дейміз, Японияда көп мәдениет сақталған. Қытайда сақталған өзінің мәдениеті. Сонда қазір не? Біз кейбір болып жатқан іске әсіресе егер үлкен жобалар адамға қойылып жатқан болса, адамға бұл өте маңызды. Жаңа мысал ретінде болашақты айттым. Мысал ретінде мына қазір бүгін үйде отырып бір анықтама керек болды. Бір 2 секундта ала салдым. Ана сон деген бар ғой қазір халыққа қызмет көрсететін орталықтар. Бұл да адамға қойылған не ғой? Жоба ғой. Әртүрлі әңгіме шығып жатыр. Ана сон дұрыс емес істеп жатыр мынау. Бірақ Құдай осы 15 жыл бұрын елестетіп көріңізші, бір анықтама алу деген азап еді ғой. Қолдан келеді. Адамға жобалар жасалынып жатыр. Сол жобаларды қолдауымыз керек. Артық кетіп жатса, оны бір себебі соны бір айғай шуғып, сосан кейін кейбір адамдар сол жүйе жайлы дұрыс пікір қалыптаспай қалады ғой. Ол жақта ұрлап жатқан жоқ, ештеңе істеп жатқан. Жақсы жасап жатыр. Енді мынандай әңгіме шығады сіздің жаңағы Назарбаев интеллектуалдық мектебін айтайық. Біздің ана халыққа жаны ашитын ағаларымыз бүйтіп сөйлеп жатады. Мен неге тырнақшаға алып жатыр? Неге осы мектеп қана осындай мықты болу керек? Қалған мектептерде жақсы болу керек. Неге осы университет қана жақсы болу керек? Қалған университетті бәрі тең болу керек деп ше. Сіз әлемде бірде-бір университет, бірде-бір ел жоқ. Тең болады. Университеттердің бәрі тең. Ол утопия дейді. Ондай жоқ. Істей алмайсыз. Басын жерге ұрыңыз, мектептердің бәрі біркелкі мықты қылдыра алмайсыз. Оған қаражат та жетпейді. Ондай ел жоқ. Сіз ана біреулер айтады Финляндия деп. Финляндияға да барып көру керек қой адам. Әр мектепке байланысты ол жерде. Жалпы орташа стандарт жоғары ол жерде. Ол мойындау керек. Бірақ айтайын деген, біз бәрін теңестірудің бір ақымақ жолы бар. Ана болып тұрған мектептерді құртамыз оны. Құртып тартып балағына. Сөйтіп бәрі теңестіреміз. Ондайды мен де істеймін оны. Дұрыс. Айғайлап бәрін теңестіре аламын. Егер бізге ондай қажет жоқ. Бізге болып жатқан сақтауымыз керек. Егер бізде мықты мектепті жасауымыз үшін, мықты университет жасауымыз үшін сондай көп жаңа Қызылорда облысының бюджетін беруіміз керек пе? Беруіміз керек. Бірақ ол Қызылорда облысының бюджетін алып берейік деген әңгіме емес. Ол университетке, сол мектепке біз басқа қаржылық көзін іздеп тауымыз керек. Мұнайдан ба, газдан ба, ураннан ба, түсті металдан ба? Табуымыз керек. Туризмнен ба? Ол жаңағы министрліктің шаруасы. Ол сөзбен бітетін әңгіме емес. Ал басқа облысымызға ақша керек пе? Ол облысқа да ақша беруіміз керек. Қажеттілігі ма? Бірақ бірінің есебінен бірі емес қой. Ондай жүйе бізде әлі қалыптасқан жоқ. Біреудің тартып алғанымыз жоқ дейсің ғой. Ондай жүйе қалыптасқан жоқ. Енді әрине мен бұл әңгімені айтып жатырмын. Біреулер ойлап қалатын шығар, жаңағы Назарбаев университетінде жұмыс істегендіктен деп ше. Онда тұрған ештеңе жоқ. Менде мысалы халықаралық деңгейде дұрыс қой, сіз Назарбаев университетінде жұмыс жасағанмен шетелге кетіп жатқан қаншама нелеріміз бар. Уже Қазақстан үшін жұмыс жасап жатырсыз, дұрыс. Біздің қазір негізі басты өндірісіміз елдегі. Ең бірінші өндірісіміз. Біреулер жаны ашып жатады жаңағы. Шынымен іші күйіп айтып жатады. Машина жасауымыз керек, холодильник жасамай жатырмыз. Ойбай, анау самолет жасап қойыпты, бізге сол керек. Оның бәрі сатып алуға болады. Біздің бірінші өніміміз адам болу керек. Бірінші өніміміз сапалы адам керек. Ұлттың рухани әл-ауқатын, білімділігін көтеруіміз керек. Технология өзі-ақ келеді. Сіз ақылды адамды 10 адамды қойып қойыңызшы, оған сіздің ақылыңыз қажет жоқ. Сіз ертең оларға айта алмайсыз, мынандай самолет жаса деп. Ол ақылды адамдар қандай самолет жасайтынын өздері біледі олар. Бізде қазір жалпы критический масса деген сөз бар. Жалпы
ғылымға еліктегіш адамдардың санын көбейту керек. Одан сапалы ғылым жасайтын адамдардың санын көбейту керек. Абайдан сөз аспаған ғой. Абай былай айтқан бірінші. Жаңағы болмасаң да ұқсап бақ деген ғой. Бірінші ұқсап бағуымыз керек. Мысалы мен қазір әлемдік деңгейде бір супер математик емеспін. Бірақ еліктеушілік бар. Математиканы жақсы көремін, студенттеріме айтам, айналайындар-ау, математиканы оқыңдар, ештеңе қызықпаңдар. Білімге қызығыңдар. Ештеңеден жарыспаңдар. Біліммен жарысыңдар. Айланып келгенде бізде елде қалатын адам ғой. Сіз қазір ондай заман емес. Бір анауым технологиямыз, анауымыз жоқ, мынауымыз жоқ деп қол қусырып отыратын заман емес. Тез-тез үйреніп, білімді болып, ашық болсақ, ағылшын үйренсек, ашық болсақ, технологияны тез өзіміз қылдырып алуға болады. Иә. Соған көп мән беруіміз керек. Ол менің ойым, әрине. Мен 100% дұрыс деп тұрған жоқ. Дұрыс. Өте құнды, жақсы пікір деп ойлаймын. Ағылшын туралы сөз айтып қалдыңыз. Жаңа енді біздің мақтан сүйетін адамдар көп, бірақ біздің ғалымдар көп мақтауды ұната бермейді. Енді өзіңіз де сондай адамдардың қатарынан болып тұрсыз, жаңа басындағы мақтаудан бастап, бірақ жаңа айтып жатырмыз, шетелден келіп, енді өзімізде сондай болдық қой, жаңа орысша білмей, осы қоғамға үйірілесу, өзіңізде сондай этаптан өткен адамсыз. Орыс тілін қойып, қазір ағылшын тілінен кітап оқығанды қойып, кітап жазатын деңгейге жеткен ғалымдардың бірісіз қазір. Бұны не үшін айтып жатырмыз? Тағы да жаңағындай жастарға үлгі болсын деген мақсатпен. Бірақ қазір шетелден келіп жатқан өзіміздің қандастарымыз да көп, сөйтіп тілден қиналады, ары қарай басын бастап алады, аяғын тастап кетеді. Осы нәрселерді көп көріп жүрміз. Міне оқу жылы басталып жатыр. Өзіңіздің арттағы ұрпақтарға, немесе арттағы жаңағы шәкірттеріміз болсын, университетке түсіп жатқандар болсын, мектепте жүргендер болсын, осы тіл үйрену жағынан қандай бір жақсы кеңестер берер едіңіз? Құпиясы бар ма, формуласы бар ма деп математик тілмен айтамыз ғой енді. Сол туралы бір тәжірибеңізді бөлісіп жіберіңізші. Жақсы. Көп сұрақтар мен түсінуімше қатар қойылып жатқан сияқты. Иә. Мынадай. Шетелден келіп жатқан ағайындар айтып жатсыз қазір. Бұл әңгімені негізі тоқтатуымыз керек. Шетелден ағайын келе береді. Шамашы қолдау көрсетеді. Ол мемлекеттің өз бағдарламасы бар. Бірақ қазір мынада әлем ашық. Біреу шетелге кетіп жатыр, біреу келіп жатыр. Онда тұрған ештеңе жоқ. Ол бір. Екіншіден, келген кезде тілден қиналады деп жатсыз. Ол әңгіме шетелден ағайындарда болып тұрған жоқ. Бұл енді ағайындарымыз ренжімесін енді. Анау бар ғой енді. Қара нәсілдісің, қара деп айта беруге хақысы бар деген ше. Сондықтан мен өзім оралман болғандықтан айта берейін енді. Маған ренжімейтін шығар. Ол қанша дегенмен сіз иммигрантсыз. Ол әлемдік термин бар. Сіз иммигрант болсаңыз, сіз жарты өміріңізді құрбандыққа шаласыз. Бейімделу бар дейсіз ғой. Жоқ, жарты өміріңізді сіз құрбандыққа шаласыз. Сіз осы жарты өміріңізді үйренген затыңыз бар ғой, оның бәрі сізге қажет жоқ болып шығады. Ол адам білімнің барлығын қағаздан ғана алмайды ол. Иә. Ол әртүрлі нәрсе бар. Қоғамдық қалыптасу бар, түсінушілік бар, әртүрлі мәдениет бар. Жақсы жаман жайлы айтып тұрған жоқпын. Басқаша қалыптасуымыз керек. Ол тілден басқа ол жақта мәселе көп. Сол үшін де мемлекеттің бағдарламасы бар ғой. Сол үшін де біз соларға көмектесеміз ғой. Ол теңдік деп айтады. Ол кез келген дамыған қоғамда бар. Ол иммигрант болған, біз енді елімізде енді қазақтарға ғана көмектесеміз. Дамыған елге барсаңыз, қазақ болмасаңыз да сізге көмектеседі. Бағдарламасы бар. Бағдарламасы бар. Ол біз жоқтан тапқанда айтамыз, біз осы ағайындарға көмек көрсетіп жатырмыз. Керісінше олар бізге көмектесіп жатыр. Сырттан келген ағайындарға біздің ана бір бағдарламамыз түкке тұрмайды оларға. Ол мемлекеттің ақшасынан түкке тұрмайды. Керісінше біздің саясатымыз енді жақсы жерлерде көп қой енді. Осы саясатымыздың жақсы жерін айтады. Ол айланып келгенде, ол мемлекеттің күштілігі неде? Адамда. Ол сізден екеу келсе, біреуі қойшы болады, біреуі мұғалім болады. Ол келген екеуді қойшы болмайды ғой. Ол ертеңінде. Енді ағайындарым айтайын. Қамықпау керек, онда тұрған ештеңе жоқ. Келесіз, бірдің басын бір ана
Асқар аға өткенде әдемі сөз айтты, тисе терекке, тимесе бұтаққа. Ол бұл жерде де аштан өліп көштен қалып жатқан жағдай жоқ. Сол бір жеріңіз. Керісінше жақсы мүмкіндіктер болуы мүмкін ғой. Чет жаңа бастау. Көп мүмкіндіктер де бар, мүмкдік болмауы да мүмкін, қиындық та көруі мүмкін. Бәрі жақсы өмір сүріп жатыр деп айта алмаймын. Мен ағайындарым бар ғой. Кейбіреулер тіпті ол жақта жақсы өмір сүріп келген ағайындар бар бізде. Оны бес саусақ тең емес енді қазақша айтқан кезде. Бірақ ортақ пікір мынандай. Сіз дайын болуыңыз керек. Бірақ бұл жерде жақсылық бар. Сіздің балаңыз ондай көрмейді. Сіздің балаңыз сіз қай жақтан келгенін білмейді ол. Білмейді. Сол картадан көрсетші, мына жерде. Осы ма? Бопты. Сондықтан еліміз ашық, елімізде мүмкіндік көп, жеріміз әлемде алғаш ондыққа кіреді. Адам керек. Көрдіңіз ба? Бағана әңгіменің бәрі біз адам жасау ғой мәселе. Адам жасау. Адам жасағанда кемел, жаңағы сауатты, әлемдік заманауи талаптарға сай, сондай адам жасауымыз керек. Ол адам сіз жоқтан жасай алмайсыз. Көп болса, шүкір 20 миллионнан астық. Тағы да келсе ағайындар, ішкөзіміз бар. Экономикада сол кейде көптен мен бір нәрсеге көзім жетті. Саннан сапа шығады. Осы мен жазда Қытайда жүрдім. Біз ойлаймыз, менде бір сондай ой қалған. Менде емес, жалпы көп қазақтарда сондай ой бар шығар, пікір. Бір Қытайдың заты сапасыз деген. Ол өтірік сөз. Нағыз сапалы істерді қазір жасап. Қазір салып жатыр. Енді біз біздің алып сатарлықтар барған кезде арзандауын алып келіп сататын болу керек енді. Сондықтан біз арзан жағын көреміз. Енді ар жағын барсаңыз нақ көресіз, айтайын деген көршілерімізден де үйрене беруіміз керек қой. Енді 1 миллиард, 2 миллиард болмасақ та әжептәуір санымыз бар. Сапа жасаймыз, сапаны білім арқылы ғана жасаймыз. Сапаны білім арқылы. Білім арқылы ғана жасаймыз. Сапаны жасайтын ұстаздар. Сіз ойлаңыз, біз сөздің басында айттым. Бізге өндіріс салу керек қой бізге. Сол өндірісіміз біздің азаматтық қоғам. Ең үлкен өндіріс. Біреулер қазір айтып жатыр, атомдық электростанция анау мынау деп жатыр. Жоқ, біздің бірінші салатын өндірісіміз, ең маңызды өндірісіміз ол азаматтық әділ қоғам. Ол өндіріс әлемде қазақ сатып ала алмайтын, еш қайдан сатып ала алмайтын, ақшаңызбен, алтыныңызды сатсаңыз да сатып ала алмайтын бұйым жасайды. Өндірістің продукт дейді ғой. Продукт жасайды. Ол адам, білімді адам. Өндірісте жұмыс істейтін адамдар кімдер? Олар мұғалімдер. Сіз қаласаңыз да, қаламасаңыз да ағылшын тілін білуіңіз керек. Қазір білмейсіз ба? Қазір. Онда сіз қатты ойлануыңыз керек. Себебі ғылым білімнің, жаңалықтың, технологияның бәрі ағылшынша. Бүкіл ағылшын тілінде тұрған ештеңе жоқ. Ол да өзі шындап келген кезде жаратушының берген тілі. Қазақ тілі сияқты ғой. Онда тұрған ештеңе жоқ. Бүкіл әлемдік елдер дамыды ғой. Ортақ біріккен ұлттар ұйымы бар, жаман болсын, жақсы болсын, ортақ бір жазылмаған адамзаттың ортақ бір келісімге келді. Әлде қашан келіп қойды. Ол барлығымыз жаппай ағылшын білуіміз керек. Қытайға барыңыз, сауатты мұғалімдердің бәрі ағылшынша сөйлейді. Японияға барыңыз, бәрі ағылшынша сөйлейді. Англияға барыңыз, енді онсыз да ағылшынша сөйлейді. Қазір сондай. Сондықтан бірінші нәрсе мынандай. Бұрын есіңізде ме, бір замандар болды ғой. Мысалы, қайтадан біз енді айланып Абайға барамыз. Абай былай айтқан. Мына орыс тілінің дейді. Орыс тілінің ар жағында жаңағы ғылым, білім, жаңалықтың бәрі сол жерде жатыр. Орыс тілін үйренейік деген. Қазір бүгін Абай бар болса, ол ағылшын деп айтар еді. Сондықтан тура сол Абайдың сөзі, соны сақтауымыз керек. Мағынасы қалады ғой енді. Ауыстырамыз. Қазір бүгінгі Абай былай айтар еді. Тіл үйрен. Ағылшын тіл. Әсіресе білімде. Әсіресе әлемдік деңгейдегі бәсекеге қабілетті болу үшін ағылшын тілі ол ауадай қажет. Сондықтан бұл әңгіме болмау керек. Ағылшын тілі біз бірінші класстан бастап осыны үйретуіміз керек. Енді біздің ұстаздарымыз қалай ойлайды екен, солардың
пікіріне мен қосыламын. Мен бірінші класс дегенде мен неде тұрғыдан математикалық тұрғыдан айтып тұрмын. Бірде тұрған ештеңе жоқ. Мен айтайын деген ертерек үйретуіміз керек. Ертерек бастау керек. Қазақ тілі міндетті, ағылшын тілі қосымша. Басқа тілді үйрене беріңіз, бірақ ағылшын тілі сіз қазір күн көре алмаймыз. Соны үйренуге деген қалай енді бар ма? Үйрену мынандай. Фильм көргенді жақсы көресіз ба? Онда ақырындап сол бірінші бісміллә деп астына жаңа субтитрмен бастасаңызшы. Бір-екі сөзден. Сосын кейін қазір мына кептелісті пайдаланыңыз. Мәшинеңізге қазір ағылшынша аудиолар бар. Радио қосаң жарыс реклама миыңызды ашып қайтесіз. Иә. Оданша ол жерге ағылшынша қойып қойыңыз. Ағылшын тілі негізі қиын тіл емес. Менің ойымша, енді білмеймін. Математик болғансаң мен бір шешімін айтып, ең оңай тіл деп айтқым келіп тұр еді ар жағым эмоциям. Бірақ кім біледі енді одан да бар шығар да. Бір жағынан қорқып тұрмын, себебі тіл маман емеспін ғой. Иә. Бірақ менің ойымша ағылшын тілі әлемдік тілдердің ішінде ең оңай тілдердің бірі. Әрине сіз ағылшындай болып, судай болып, ол әлемде дамыған елдерде қалыптасқан мәдениет бар. Ағылшынша сөйлей алмай тұрсыз ба? Кілт бір-екі сөз айтыңыз бас аяқ. Қалған қандай жерге барсаңыз да сізге күлмейді. Сізді керісінше қолпаштап, ағылшын тілін әлемдік деңгейде тараумен қатар адамзаттың бір ортақ құндылығы қалыптасып жатыр. Ол құндылық адамзаттың жетістігі. Ол ағылшындардың жетістігі емес, қазақтардың жетістігі емес. Ол былай, ағылшынша сөйлей алмай жатсыз ба? Бәрі көмектеседі. Есі дұрыс, дені сау адам, сіз ағылшынша сөйлей алмай жатсаңыз күлмейді. Ана жаңа бірінен айта салайықшы, мына жеке адамға құйылатын біз адам капиталын қалыптастыру керек деген болып жатыр ғой енді. Мемлекетте соған құю керек. Жеке адамда және жанұяда соған құю керек. Жанұяда қараңыз, балаңызға бір Camry 50 бірдеңе алып бере аласыз. Жағдайыңыз бар шығар, шүкір. Бірақ ол дегенің, ана қазақ айтады ғой, дүние деген, енді кешіріңіз жаман сөз бола ма бұл? Дүние деген боқ дейді қазақ. Сіз оданша шын балаңыздың болашағын ойласаңыз, балаңызға қоюыңыз керек қой. Балаңызды біріншіден математиканы міндетті үйретуіңіз керек. Әсіресе балалық шағында. Неге екенін айтайын сіз. Математиканы ол неге керек деген сұраққа математика жауап бермейді. Мен сізге айтайын, ана ғұлама болған Евклид деген. Евклид геометрияны тақтаға шығарып үйретіп жатқан кезде бір оқушысы айтты, ағай бұның не керегі бар деп. Сөйтіп Евклид құлын айтыпты. Ол кезде енді құлдық заман болды ғой. Құлын айтты. Айналайын, мынаған бір 5 тиын берші депті. Мұны өзі пайда іздеп жүрген адам екен деп ше. Сол сияқты математиканы жалпы неге керек деген сұрақ дұрыс емес ол. Ол мәдениетсіздік ол. Ол сауатсыздық. Математика мынандай. Сіз мына қолыңыздың бұлшығыңызды жаттықтырғыңыз келсе, аз да болса жаттығу жасайсыз. Спортқа барасыз. Спортқа барасыз. Мына миыңыздың ішінде нейрондардың жаттықтырудың математикадан артық құрал адамзат әзір ойлап тапқан жоқ. Аптасында 1-2 рет бала математиканы үйренсін аздап. Ойлау әсіресе мына ақпараттың тұман заманында балаңыз сыни пікір қалыптастыру, логикалық пікір қалыптастыру өте маңызды. Себебі болашақта әр YouTube-тен, TikTok-тан келген ақпаратты сүзіп беріп отырмайсыз ғой шайнап. Балаңыздың өзіңіздің миында сүзіп қалыптастыру керек. Сол үшін қажет. Ол тікелей пайдасы болу болмау, жұрттың бәрі математик болу міндетті емес қой. Жұрттың бәрі мұғалім болу міндетті емес. Жұрттың бәрі математиканы жақсы көруде міндетті емес. Солай спортты да жақсы көру міндетті емес. Ана ішкі жалпы өндірістің бөлінетін қаражаты болады ғой, енді басқа мемлекеттерде 3%, 4%-ға дейін барады екен. Бірақ біздің енді Қазақстанда 1%-ға да жетпейді дегенде өзіңізде бір сұхбатыңызда айтып қапсыз жаңағы 0,7%. Сондықтан енді әрине бізді жоғарыдағыларда біртіндеп санасады, сол дәрежеге келеді деп ойлаймыз. Осы туралы айта кетсеңіз. Сұрағыңызды түсіндім, ол математиктердің қоятын сұрағы. Әңгіменің төркіні мынандай ғой, енді жарайды, мектеп математикасы алдыңғы 30-ның қатарында екен әлемде. Ғылымымыздың жағдайы не болып жатыр деген. Енді бұл мынандай. Іргелі ғылымға, жалпы ұлттың рухани әл-ауқатын көтеруге, қоғам, мектеп, үкіметте, үкіметтің де енді былай айтқан кезде міндет. Енді былай айтайын. Әлемдік орнын айтайын. Қазақтың ғылымы әлемдік деңгейде қандай деңгейде? Әлемде
ресми қанша мемлекеттер бар жаңағы 200-дей бар шығар. 200-дей бар, иә. Неге? Соның ішінде қазақтың ғылымы, бұл мен деректерге сүйеніп айтып жатырмын. Ана мәліметтер базасы бар, халықаралық сыйлықтар алып жатыр қазақ ғалымдары. Халықаралық деңгейдегі жаңалық ашып жатыр. Ол сіз естімедіңіз деген сөз қазақта ғылым жоқ деген сөз емес. Сіз түсінбесеңіз ол түсініксіз нәрсе істеп жатыр деген сөз емес. Қазақтың ғылымы бар, әлемдік деңгейде бар. Бірақ қай деңгейде деп нақтырақ айтатын болсақ, бір 70 пен 80-нің аралығында. Соның арасында, иә. Иә. Ал орташадан жоғары. Мектебіңіз алғаш 30-қа кіреді. 30-қа кіреді. 25-тің маңайында бар. 25 пен 30-ның арасында. Сіз олимпиадамен салыстырып отырсыз? Жоқ, олимпиада болсын, мен басқа нелерді бар ғой, басқа бір ақпаратты, физикалық, басқа. Тек қана математика емес енді, басқа да бар. Қараңыз, мен басқа деректер деген кезде мен өзім Лондонда жұмыс істеп сол жерде оқығам. Лондонда мына Microsoft-тың офистері бар. Қазақтың балалары толып жүр осы жерде. Дублинде мына Метаның офисі бар. Толып жүр. Мен басқа да деректер бойынша сүйеніп айтып жатырмын. Жаңа 30-дық деген бос сөз емес. Бос сөз емес, дұрыс. Ол тек қана математиканың олимпиадасы емес. Мен осы сұраққа ойланып бір шешімге келдім. Біз 30-та бармыз. Енді ғылымға келейік. Ғылымға келсек, менің ойымша бір 70-тің алдында жоқпыз, 80-нің маңайында бармыз. 80. Енді әлемдік орташадан жоғарымыз. Ол бір. Енді қазақша айтқан кезде енді алды емеспіз, арты емеспіз, топ ортадамыз. Топ ортадамыз. Ал енді ЮНЕСКО деген ұйым бар, өзіңіз білесіз. Соның дерегіне сүйенетін болсақ, әлемдік орташа ғалымдардың саны миллион адамға шаққан кезде шамамен орташасы 1300 болу керек. 1300 болу керек. Ғалымның саны. Ол ғалымның саны оп-оңай. Өзі ол оңай. Ол ғалым болғасың, ол ғылыми жаңалығы болады, оны көре саласыз. Деректерден санайсыз. Ол дерекке мен азды көпті сенемін. Әрине бір ол дәл сан емес. 1305 болуы мүмкін, 2 болуы мүмкін. Иә. Бірақ ол әлемдік орташа. Енді мен сізге мынандай математика келтірейін. Қалай ойлайсыз, Қазақстанда қанша ғалым бар миллионға шаққан кезде? Миллионға шаққанда? Миллион адамға. Әлемде 1300 болады миллион адамға. Қазақстанда 650. Тура соның жартысы. Жартысы, иә. Енді арифметика, математиканы құрастырайық. Ғылымымыз әлемдік деңгейде орташадан жоғары екен. Ғалымдардың саны әлемдік деңгейде орташадан 2 есе аз екен. Сонда біздің қазақтың ғалымдары 2 есе көп жұмыс істеп жатыр. Міне. 2 есе көп жұмыс. Ғылым деген нәрсе, мына халық түсіну керек. Ғылым деген нәрсе сіздің мықты холодильнигіңізге, мен былай айтайын, тамақ салып бермейді. Ғылымның өзі, ғалымдардың ғылымның басты мақсаты жаңа таным қалыптастыру, жаңа білім қалыптастыру, сондай шәкірт қалыптастыру, рухани әл-ауқат арттыру, сондай мақсаттар. Ол мына бұйымға бармайды. Негізі ғылымда мына материалдық заттар жиіркенішті болу керек негізі. Ол жақсы нәрсе емес ғылымда. Ал қажеттілік ол технологиядан келеді. Бізде мәселе мұнда ғой, технология деген ғылымның екеуінің айырмашылығын түсінбейді. Ғылым технология деп екеуін біріктіріп, шуарды бір сөйлемге қосып ұрып жатады. Екі басқа нәрсе. Сонда қазағымыздың ғалымдары 2 есе шамасында жұмыс істеп жатыр. Әлемдік ортада. 2 есе әлемдік ортадан саны 2 есе аз. Бұған 2 себеп бар. Бірінші, 90-шы жылдағы бізде дағдарыс. 90-шы жылда біз ғалымдарымыздан бір буыннан, қазақша айтқанда, бірақ айырылып қалдық. Орын толтыру өте қиын. Ғылым деген нәрсені түсіну керек. Мына кейде ғылымдан алсыраған адамдар ойлайды, Нобель сыйлығының иегерлері жаңалық ашты деп. Олар жаңалық ашпайды, олар бір нүкте қояды. Ол осы уақытқа дейін жаңалықтарды қорытындылап, соған нүкте қояды. Жоқтан жасамайды ғылым. Ғылым деген үстінен келеді. Ал үлкен мына буыныңыздан айырылып қалсаңыз, орын толтыру өте қиын болады. Себебі ғылымдағы мақсат не? Даму ғой. Сізде буыныңыз жоқ болса, оны толтырасыз. Дамайсыз, 2 жұмыс істеуіңіз керек болды. Көрдіңіз бе? Сондықтан біріншісі 90-шы жылдағы қайғы, екіншісі нақты көрсеткіш кімнен жасырамыз? Қазір интернетті ашыңыз да қараңыз. Еліміз ғылымға қанша пайыз ақша бөліп жатыр.
жалпы ішкі өніміміз 0,100-ден қателеспесем 0,10-нан 1,02%. Ол деген сіз көрдіңіз бе? Қазақта бір жақсы сөз бар. Қарынның ашқанынан емес, қадірімнің қашқанынан жылаймын дейді. Көрдіңіз бе? Біз ғылымға беріп жатырмыз деген ол эмоциялық сөз ғой. Беру деген не? Беру деген салыстырып айтасыз. Сізде мынандай неңіз өніміңіз барға, қанша бізде ішкі өніміміз? 160 миллиардтан асып кеткен шығар қазір, құдай біледі. Содан доллармен. Содан сіз 0,100-ден 1% ғана бересіз де, мен ғылымға қатты назар аударамын деп айтасыз да. Үлес қосып жатырмын. Назар аудармайсыз деген сөз. Мынандай. Бірақ енді құдайға шүкір, мына үкіметіміз нақты іске алды. Мен бір комиссияларда болдым. Мен бір кезде мына Қазақстан Республикасының жоғары ғылыми техникалық комиссияда болдым. Мүше болдым. Бір аздап шет жағасын көрдім. Бұл бос сөз емес. Қазір ғылымға бөлінетін ақшалар күрт көбейіп жатыр. Мақсат қандай? Бізді 1%-ға жеткізу керек қой. 1% деген сол жаңағы айтып жатқан ЮНЕСКО-ның ұсынысы сондай. 1%-ға жеткізу. Иә, айналайындар, олар былай айтқан. Айналайындар, ел болам десеңдер дейді. Ғылымға бөлінетін ақшаны 1%-ға жеткізу керек, жалпы ішкі өнімнің. Иә, ол көп ақша емес. Қаржы көбейеді. Қазір жастарға айтарым, әсіресе мектептің балалары, мұғалімдер, ата-аналар. Елімізде мен сіздерге не айтайын, лайфхак айтайын. Қазір ғылымға келсе мүмкіндік көп. Қалағансыз жасайсыз. Жасай алады. Қазір талап мынандай, ғылымдағы талап. Үкіметтің талабы қандай? Мен түсінуім бойынша. Немен айлансаң, онымен айланс. Әлемдік деңгейде мықты көрсетіп тұр. Сізге үкіметтен жобаңыз қаржыландырады. Осы жұқты жоба болады. Өткенде ғана болды. Сәл ойыңыз бар ма? Университетке барып хабарласыңыз, бірдеңе жазыңыз. Қайтарымсыз сізге басымен ақшасын береді. Миллиондық. Бірақ нәтиже беруіміз керек. Нәтиже беру. Иә. Бос сөз болмау керек ол жерде. Нақты әлемдік деңгейде нақты нәтиже беруіміз керек. Ғалымдар, жалпы ғалымдар сыйлық алу үшін ғылым жасамайды. Ғылыми жаңалықтар да сыйлыққа бола жасалынбайды. Қазақта Нобель сыйлық міндетті түрде алады. Ол үшін алғышарттар бар. Бірінші, ғылымымызға деген қадір қасиетті қайтаруымыз керек. Ғалымдардың мәртебесі өсу керек. Сіз наныңыздың 100-ден 1 бөлігін аяп тұрсаңыз, ол жерде Нобель сыйлығын күтпейсіз. Нобель сыйлығы сіз 100-ден 1 бөлігін кемінде бермесеңіз, Нобель сыйлығын күту, менің ойымша, ол Құдайдан жалбырынып сұрай салған дұрыс. Бірақ айтайын дегенім, қазақтың кейбір ғылымдары, ғылыми сала көп қой, сан алуан. Солары әлемдік деңгейдегі картада әлдеқашан бар. Мына қазақтың құлағы енді алаш десе елең ете түседі, өзіңіз білесіз. Ол жақта да көбі математиканы, кейбіреулерді математик деп білмеуі мүмкін, бірақ бар ғой ол жақта да жаңағы математиканы, оқулықтарын жазған, жаңағы есеп құралын жазған, күні кешегі өзіміздің оян қазақ. Жаңағы сіз ұқсап мен де соңғы жаққа бетінем кетіп отыр. Мыржақып Дулатов, сосын Мағжан Жұмабаевты да бір негізде жаңағы математик ретінде танып дейсіз. Сол туралы бір қысқаша айтып кетіңізші. Ол адамдар ғой, ұлы ойшылдар, ұлттың қаймағы. Енді біз сол кісілерден үйренуіміз керек қой. Қазір мен шылдап отқаным не, математиканы үйрет. Сәтбаевтың өзі алгебрадан не жазған? Оқулық жазған, не? Сәтбаевтың өзі алгебрадан жазған. Ол мектептің балалары. Енді қараңыз, ол кісілер қалай? Қазір мен өзім бір ақыл көсем болып бір ақылымды айтып жатырмын. Сол кісілердің айтқан сөзі ғой. Математиканы бала үйрену керек. Ол сол кісілердің өнеге ғой. Ал енді алашқа қатысты бір қызық әңгіме бар. Қазір кейде қалжыңдаймыз. Математика не керек, сендер философияны судырата бересіңдер деп қалжыңдасамыз. Енді әртүрлі әріптестерім бар. Енді өзімді бір егде жаста сезінбеймін қазір.
бірақ енді еркін сөйлесеміз. Сол кезде мен кейде қалжыңдап айтамын, айналайын ау, қазір шекараның пішін шығарған ол математик деп. Сұрақ мынандай ғой, Қазақстанға математиктер не берді деген сұрақ қой. Мен айтамын, айналайын ау, шекараның пішін салып берген математик деп. Мен жаңағы Қазақтан шыққан математиканың бірінші профессоры Әлімхан Ермеков жайлы. Тағы бір математикте көбісі Ибадулла Ақбергенов деген ұлы ғалымымыз бар. Соны көбісі тани бермейді. Кезінде өкінішке орай ол кісі мына репрессияның құрбаны болды. 30 жылы ол кісі ату жазасына бұйырылды. Мына Алматыда өкінішке орай. Еліне қайтып келді ғой ол. Ол кісі не істеді? Ленинградқа барды. Ол кісі өз қатарластары соны Нобель сыйлығын алған экономист Концевич дегендер. Сол кісілер бірге, сол бір қатарлас қорғаған 1-2 жыл айырмашылығы бар. Сол Ленинградты қорғап кеп, ұлттық университетте математиканы бастап, кафедраның меңгерушісі болып, енді негіз бір адам кейде тарихты бастап кетеді ғой. Бір адам. Үлкен тарихтың басы өкінішке орай сол жерде басталмай жатып қиылды. Ол кісі өте жастай сол репрессияның құрбаны кетіп қалды. Өкінішті. Ермековтің біз мұғалімдер арасында олимпиадасын өткіздік. Өзіміз енді дәріптелмей жатқан көп болып тұр ғой. Сосын жаңағы нені сіздің неңізден көрдім мен жаңағы Ибадулла. Менің ойымша Ермековті біз мына ақша бар ғой. Ақшаның бетіне салуымыз керек. Ертең біз ақшамыз басқан кезде космос бірдеңе геометрияны сала берейік, жарайды. Соның үстіне адам салуымыз керек біз. Ақшада адам болу керек. Сіз Англияға барыңыз, мен өзім айттым ғой, Англияда білім алып, сол жерде жұмыс істеген. Қызметкер болып. Ақшасын қарасаңыз, сол жерде математик тұр. Англияның ақшасын алсаңыз, Алын Тюринг деген математик тұр. Алысқа бармайық, мына өзіміздің ағайындарға барайық, түріктердің. Ақшасын алыңыз, сол жерде математик тұр. Біздің ақшада математик болу керек. Жақсы, біраз сұхбаттың басын қайырдық. Әр адам енді өзіне қажеттісін алар. Біздің ең басты мақсатымыз білімді трендке айналдыру деп жатырмыз. Бұл мақсатқа да жетеміз деп ойлаймыз. Енді түйіндей келе оқырмандарға өзіңіздің соңғы ойыңызды жеткізе кетсеңіз, болашақ жоспарлар туралы және өзіңіздің түйін сөзіңізді айта кетсеңіз. Қазір біз сондай, менің ойымша сондай заманда өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Бір дәуірдің соңы ақпараттық дәуірдің. Үйреніп қалдық. Жаңа жасанды интеллекттер дәуірдің басы, үлкен ауыспалы заманда өмір сүріп жатқан сияқтымыз. Мысалы, қарапайым қолымыздағы телефон болсын, компьютерді қолдану мәдениетін толық қалыптастырғанымыз жоқ. Жаңағы күндіз-түні балалар денсаулығынан айырылып тиктокта отыр ғой. Ол күн ұзаққа жалғаспайды. Саны бар сапасы жоқ ақпараттың астында жатырмыз қазір, көзімізді аша алмай. Ненің маңыздысы екенін кейде есімізден шығып кетеді. Себебі жан-жақтан алаңдаушылық көп. Бірақ мен сенемін, мына қазақ халқы деп айтамыз, осы Қазақстан елі деп айтамыз. Аспаннан жерге аяғымыз салбырап түскен жоқ қой. Бұл бір жаратушының, Алла тағаланың бір жер бетіндегі жалпы әлемдік өркениеттің бір бөлігі. Сондықтан әлемдің дамуына, жалпы адамзаттың дамуына қай ел болсын, себебі алуан түрлі ойлар, алуан түрлі идеялардан мына прогресс келеді. Ғылыми жаңалық деген нәрсе ол бір елден шықпайды. Ол қиылыстардан, жақсы идея қайдан келеді? Ол әр түрлі, былай елестетіңіз, жақсы сурет сызғыңыз келеді. Әр түрлі бояуыңыз болу керек қой. Сол бояудың ішінде сұры болып жүре берейік, қып-қызыл болмасақ та. Бірақ керек қой. Сондықтан біз өз білмей трендіміз қалыптастырып жатырмыз. Бұл аласапыран заманға қарамастан
ақпараттық аласапыран деп айтайын, ақпараттық аласапыран заманға қарамастан сенімді болуымыз керек, болашаққа үмітпен қарауымыз керек. Мынандай нәрсе бар, қазір мен байқап жүрмін, мұғаліммін ғой мен, мән беремін, балалармен сөйлесем. Бұл бір жалқаулық бар, жалқаулық мынандай, ой жалқаулық. Ой жалқаулық ешкімнің миын ашып көрмейсіз, бірақ аузынан байқалып қалады, сөзінен. Аузын ашқан кезде көрініп қалады. Ол мынандай. Бірдеңені ойбай құрдық, біттік деп айтады. Немесе бірдеңені жерден жерге сабан тойға шығып, әлемде қазақтың білмеймін жаңағы қымызы дегеннің жаңағы 99 ауруды жазады бірдеңе деп. Бұл жалқаулықтан келеді. Ойлағыңыз келмейді. Сондықтан аузыңызға не келеді, ұра саласыз. Бір халыққа жағу үшін, бірдеңе болу үшін ұра саласыз. Сондықтан жалқаулықты қою керек, ой жалқаулығын қоюымыз керек, сараптай білуіміз керек. Ең бір болды, ең бір қиын жағдайдың өзінен жақсылығын іздеу керек. 90 жыл мен жаңа айтып жатырмын, қиын заманнан өттік деп. Содан да көп нәрсе үйрендік қой. Иә. Қателік жасадық, қателігімізді біз жек көріп ұмытуға тырыспауымыз керек. Қателігімізді еске салуымыз керек, қателігімізден үйренуіміз керек қой. Адамның дамуы содан ғой. Қателігіңізден үйренесіз. Сіз қателігіңіз қарапайым қателігіңізді мойындамай тұрып сіз ертең жақсы технология қайдан жасайсыз? Технология жасау үшін миллион қателесесіз. Сондықтан барлық айтарым, өзіңізге өзіңіз адал болыңыз. Жаратушының алдында адал болыңыз. Мұғаліміңізді құрметтеңіз. Шәкірттеріңізді құрметтеңіз. Мұғалім болу міндетті емес. Айналаңызда сіздің ісіңіз арқылы адамдар сізден үйренеді. Сондықтан сіз де мұғалімсіз. Қазір көріп отқан адамдар барлығы мұғалім. Сіз үлгісіз үйде тазалығыңыз, сөз тазалығыңыз, ой тазалығыңыз, қоғамға шықсаңыз, сыйластығыңыз арқылы үлгі жасаңыз. Солай ел боламыз. Ел болу деген әрқайсымыздан басталады ғой. Тамаша. Ең бастысы болашағымызға сенейік дейсіз ғой. Иә, мықты елміз біз негізі. Тамаша. Керемет, құрметті оқырмандар. Осымен ойлайық YouTube каналындағы сұхбатымыз аяқталды. Білімді бірге трендке айландырайық. Қолдай жүріңіздер. Каналға жазылыңыздар. Лайк басыңыздар. Таратып қойыңыздар. Жақсы, келесі кездескенше есен сау болайық. Рахмет. Рахмет.